Sizler, qadırlı қаламгерлер қауымы, бүгінгі беріліп отырған сыйлық менің әдеби шығармашылығыма беріліп жатқан баға деп есептеймін. Рахмет. Енді бүгін айтпай кетуге, аттап өтуге болмайтын бір жағдайды айтқым келіп тұр сіздерге. Елде болып жатқан жағдайды 2-3 күннен бері естіп отырсыздар. Маңғыстауда, Жаңаөзенде, Астанада, Ақтауда болып жатқан жұмысшылардың ереуілінен баршаңызда хабардарсыздар деп ойлаймын. Қарапайым халық Астанаға барып хақын сұрады. Нан сұраған жоқ, әділдік сұрап барды, әділет сұрап барды. Ал билік тапа-тал түсті, тасырлатып ұрып, таяққа жығып, қол-аяғын қайырып, қораға қамады. Биліктің бұл ұрдажық әрекетін мен нойыс дөкірлік деп қатаң айыптаймын. Және осы айыптауға қазақ қаламгерлерінің қосылуын қалаймын. Себебі, мен сөзімді аяқтап алайын. Біздің атымызға осы кезге дейін қаншама ауыр сындар айтылып жатады. Кешегі қанды қаңтардың кезінде де қазақ қаламгерлерінің басым көпшілігі аузын буған өгіздей болып сен тимесең мен тимен деп жапалақша жарбай басында бұқпантайлап бұқып қалды деген сынды естиміз. Ол сындар орынсыз емес деп есептеймін. Халықтың пікірі қашанда қандай қаламгерден де биік. Қай-қайсыңызда халықтың бір-бір бөлшексіздер, халықтан ешкімде ұлы емес. Мен де қазақтың бір баласымын, халықтың бір бұтағымын. Халыққа қарсы сөйлемеңіздер. Және бір айтатыным, Алаштың басына күн туған кезде батырлары басын бағып, қалған кезде ақындары алғы шепке шығуы керек. Қай кезде де ақын жазушылар ақыл ойдың авангарды болуға тиіс деп есептеймін. Сондықтан сіздерді қазақ қаламгерлерін атымызға, арымызға сын келтірмей, қашанда халық жағында болуға, әділдікті жақтауға, әділетті арашалауға, халыққа араша түсуге шақырамын. Қазақстан қаламгерлерін билікке талап қойып, қамалып жатқандарды ешқандай талапсыз, ешқандай жазасыз, айыпсыз босатып, Астана мен Жаңаөзенде, Ақтауда, Маңғыстауда неше күннен бері ереуілдеп тұрған халықтың талабын ың-шыңсыз шешу керек. Егер билік шеше алмайтын болса, Астанадағы тұтас Ақорданың аппараты қарапайым халықтың, қара халықтың қарапайым проблемасын шеше алмайтын болса, қаптаған министрлер мен қалың депутаттар корпусының да Ақордадағы аппараттың да қазаққа түкке де қажеті жоқ. Сондықтан қалайық барлық жазушыларды қазақ қаламгерлерінің арына дақ түсірмеуге, қашанда халық жағында болуға шақырамын. Сөзім соңын бір шумақ өлеңмен аяқтайын. Надандық құлағына кіріп кетеді бар. Айтыңыз. Үзінді. Ақын боп тудым туғанда, намыссыз намат ез емес. Артымда халқым тұрғанда атақтанқ деген сөз емес. Жарқ етіп бірақ сөнермін, найзағай болып келген соң. Намыстан ғана өлермін, арыстан жүрек берген соң. Өлмеспін, текке сөнбеспін, өмірге өрт боп келген соң. Ешкімге есе бермеспін, арулдың көзін көрген соң. Алдымда тұрмас енді ешкім, атаның жолын қуған соң. Қорлыққа бірақ көнбеспін, ақсұқар болып туған соң. Құйылған болат құрышпын, сон болып солай өлетін. Алдаспан алмас қылышпын, қайзаламай қақ бөлетін. Алаштың арда ұлымын, алмастан ұшқан сынығым. Махамбеттердің жырымын, марғасқалардың үнімін.
арқырай шапқан шаңғыла, ақтан бөрдіден қалған арынмын, Достонбеттен қалған домбыра, шалгиізден қалған сарынмын, абылдың құйрық жалымын, ақтандай асау қарғынмын, аралбайлардың арымын, қашағандардан қалғынмын. Қанды бір көлік қақырып, аспанда қайға атылдым, алаш деп ұран шақырып, атыма қонған ақынмын. Арманы бар ма дүниеде, алаштан алыс алғанмын, оңғаны бар ма дүниеде, қазақтан қарғыс алғанмын. Қазағым сенің балаңмын, сайранда өскен саянда, тамшы қаныңнан жаралдым, лапылдап жанбай қоян ба? Аралдың төзім адалмын, отан деп жүрек оянған, алаш деп туған адаммын, алашым үшін аянбан. Қара жер саған барғанша, тақ үшін түспен таласқа, ақырғы шырағым жанғанша, ақтық бірден қалғанша, қызмет қылам алашқа.